Қандай баға бересіз бүгінгі бойға? Бүгінгі бойға неге баға берейін? Өзім дайындығыма, өзім жекпе-жегіме 7 деген, 6 деген баға беремін. Сіздің қарсыласыңыз айтты, келесі бойда мұрын шаршыратам деді ғой. Мені ма? Әркім сөйлей береді ғой, ал сөйлеугеннен кейін рингте доказывать ету керек қой. Негізі өтірік айтам, ойнап айтып жатырмын. Бәсе, сондай бір бөлдес. Просто так іздесе жүрмеңіз. Болды, нормально. Жас спортшыларға не айтар едіңіз? Тәртіп және еңбек. Еңбек бәрін жеңбек дейсің ғой. Әрине, еңбек ету керек. Бапкерлер тыңдау керек, ата-ана бапкер тыңдап, тәртіп ұстап, режим ұстап, тренировка жасаса, алынбайтын қамал жоқ. Жалпы кітап шығару керек қой сізге деген. Маған емес, мен Құдай қаласа поезд алып келгенде кітап шығарады. Пока что кітап шығару үшін мен өзім ойлаймын, маған әлі ерте. Дулат 10 жылдан кейін қандай болады? Абсолютный чемпион мира кәсіпқой бокстан, иншалла. А вне ринги, вне бокса? Қарапайым адам. Сіз үшін ринг бұл сынақ па, әлде екінші үй ма? Екінші үй десем де болады. Үйден бөлек көп уақытында сыртта болса дайындықта өткіземіз. Полотенце рингқа ұшқан кезде сіз осы баняға бару керек па деп ойлап қаласыз ба, или білесіз ба жалпы сдаваться еткен? Сұрақтарыңыз бір қызық екен. Рахмет сізге осы сұхбат үшін. РД промоушнның атынан сізге осындай кішкентай сый-сияпат. Осы РД промоушнмен мен дебюттық жекпе-жегімді де істедім. Және де мына екінші жекпе-жегімді осы РД промоушнмен жасап жатырмын. Қысқа мерзімде осылай маған бой ұйымдастырып бергендеріне рахмет.